кешірім өтінемін. Осы өзіңіз білетін мәлімет іс-шара бойынша екеуміз телефонмен де сөйлестік. Мен сізге осындай мәселе болып мен не істейін дедім. Хорошо, онда дедіңіз. Мен баратынымда барлығын сізге ескерттім. Адам деген кішкене лавировать етіп жұмыс жасау керек қой. Прямо Енді суа берме. Кішкентай бала емессіз ғой сіз. Маған жерден енді қонып қайтты, мен не істеймін? Тастап кетіп қалмай ма, полковник? Оның сіз хабарыңыз бар. 7-сі, 8-і, 9-ы жүрейін деп тұрмын деп айттым ғой сізге. Қалай сіз 9-ы жүресіз сізде понедельник? Я все понимаю. 7-сі, 8-і. Түсінемін мен. Субботада болған жоқсыз. Мекеме басшысыз ғой сіздің, мекемеңіз қайқа қарап отыр ма? Мен суббота күні обедке дейін как болды жұмыста болып, аула кеттің ішінде бала деп жұмыс жасадым, полковник. Я не знаю, я не видел. Бұл мен алдымен қалай бар, солай айтып жатырмын сізге. Жұмыс жасадым мен суббота күні. Маған десең істемей-ақ қой маған десең. Полковник мырза, мен осы іс-шараға сіздің келісіміңізбен, рұқсатыңызбен кеттім, полковник. Никакой келісім на понедельник. Түсінбедім. Блядь, тем более понедельник письмо отправил. Что, игнорируешь на это письмо, что ли? Мен сізге айтып ескертіп, осындай мәселе болды. Сіз барма дегенде мен бармаушы едім, полковник мырза. Сіз маған хорошо дедіңіз. Сол бойда мен кеттім одан кейін. Мен сізге тағы да айтамын. Мен сізге 7-сі, 8-іне жібердім. Мен сізге айтып, 7-сі, 8-і қонуға бара жатырмыз дедім. 9-ы күні келем жұмысқа түстен кейін ба, білмеймін. Вы должны были здесь оказаться. Енді қонуға барып тұрғы, мен сізге ескерттім, қонуға бара жатыр деп айттым ғой, құрбандық шалай деп тұр. Ескертпе, сіз өзіңіз не айтып не қойып тұрғаныңыз біліп тұрған жоқсыз ғой деймін. Оставляйте тогда. Уезжайте, бүгін тағы тастаңызда кетіңіз бар. Полковник мырза, кешіріңіз, екеуіңіздің ортаңызда қалып мен қазір. Күйіп отырмын просто. Сол кісіге өзіне неге айтпайды осы әңгімені? Түсінбедім, я не понял. Мен қазір күйіп отырмын. Что ли это? А? Енді мен сізге ескертіп, оқысайды сізге біраз айт деді, мен айттым. Енді маған сізге разговариваю, господин подполковник. Жоқ, өтірік емес қой, айтыңызшы. Сізге бастауыңызға да жазды, одан кейін звондап та сөйлестік екеуміз. Сіз хорошо дедіңіз. Я вам еще раз говорю. Өзіңіз рұқсат беріп алып, енді маған әңгіме айтып отырсыз. Олай болмайды ғой, полковник мырза. Господин подполковник, у вас есть военкомат на то пошло. Вы начальник там на районе. Если не можете говорить, вы сами. Өзіңіздің келісіміңізбен болған нәрсе, полковник мырза, кешіріңіз. Сіздің келісіміңізбен болған нәрсе осының барлығы. Никак нет, бля! Сіз өзіңіз рұқсат беріп, хорошо да доброңызды берген екен. Господин подполковник, еще раз говорю, рот закройте, бля! Абайлап сөйлеңіз.